яғни жеңіл психикалық даму тежелген, қозғалыс координациясы және тепе теңдігі бұзылған. Бұл жерде мышыға баланың зақымдалғандықтан сөйлеу қабілеті де және қолдың моторикасы өте нашар дамыған бала. Менде 0 класстан бастап келе жатыр. Тамаша. Менің елім мәңгілік. Алғысым шексіз барлықтарыңызға. Енді осының ішінен мен отыра беріңіздер, мен енді мына 4 дауыңыздар. Қазір енді мен өзімнің сабақ процесінде жаңағы балама қолданатын әдіс тәсілдерді көрсетемін. Түсінікті ғой? Көр, мен қарамай қазір алысылам, кез келгенде. Көр шығыңыз. Көр. Келіңіздерші. Сіз етіңіздер. Кішкене не ол үшін. Мына. Келіңіз. Жылдам. Нау, қандай? Б, келіңіз. Тез. Нау, С. Жарайсыздар. Тамаша. Енді менің баламның жаңа басында айтып кеткен координациясы бұзылған. Сіздерді қараңыздаршы, менде мынандай қол бюша бар. Ішінде не бар деп ойлайсыз? Баланың тактильді сезімі қалыптасу керек қой бізге. Қараңыздар. Міне мынадай. Мына жер жабық. Міне бала көрмейді, ішінде не бар екен. Көрдіңіздер ғой? Мынау қолдың тағы да моторикасын дамытады. Миымызға сигнал береді. Енді бұл жерге қазір біраз нәрсені мен қаражатыма сатып аламын. Өйткені балалар, қазіргі балалар жалып кетеді ғой. Сүйрет, анау-мынаудан. Сол себептен мен мынаны сатып аламын. Мына баланы сатып алғанда, мына жерде қараңыздар. 20-ға дейін әріптер өте әдемі. Түстерін қараңыздаршы, қандай қанық. Содан кейін мынаны сатып алып, қазақша алфавитімен. Енді қазір мамандар осыны кезек-кезек екі-екі келіңіздер. Бір топтан 2 адамнан келесіздер. Түсініңіздер ғой? Дауысты дыбыстар, қолдарың саласыздар да тез-тез әріп табасыздар. Шығарасыздар да, мына жерді шығармайды. Әріппен сан екеуін аралас қой? 2 немесе 5. 2 немесе 5. Нақты айтыңыздар, әріптестер нақты. Бұл жерде көріңіздер ғой, бала осылай сипап сезу арқылы әріптің түрін дамиды. Қол моторикасы дамиды. Үстіп әріптерді сандарды үйретуге болады. Қандайсың? Бір топта әріп, бір топта сан. Сұлдан бір ағапты. Шығарыңыз. Айтпайсыз ба? Сан енді. Ішінде сипап отырып айтасыз қандай не екенін. Қандай сан, қандай әріп екенін. Біреуін ұстаңыз да сипаңыз. У ғой деймін. Ал шығарыңыз. У дейді. О екен. Қазақша әріптерді мен әтіге алдым. 9 немесе 6. Шығарыңыз. Жарайсыз. 6. Келесі. Аусыңыздар тез-тез. Жылдам. Аусыңыз. 4. 14 екен. 14 екен. Ал. Жақсы. Қазір көреміз қанша сан дұрыс таптыңыздар. Әріпті қаншауын дұрыс таптыңыздар. Б ма? Шығарыңыз көрейік. Тамаша. Келесі. Қиындау ма екен? Әріп пен сан екеуі де аралас қой. Баланы жазыруға үйрету үшін мен мынандай арнайы қалам бар, кигізетін резинкасы бар. Содан кейін әріптерді тани бастаған кезде мынандай графоматикалық моторикалық тапсырманы өзім бүйтіп дайындап келдім. Дұрыстап алдым, иә? Енді сіздер оң қолмен оңай жазасыздар, иә? Енді сол қолдарыңызға мына киіңіздер. Енді осыны кезек жылдан орындаңыздар. Қараңыздар, кім дұрыс жасап жатыр? Маркер берейін бі? Екі жолдан, екі жоқ, маркер емес, сол қолмен именно осы
қолына қалам ұстай алмайтын, бор ұстай алмайтын, қарандаш ұстай алмайтын балаға осымен қазірге үйретіп жатырмын. Жақсы, келесі ауысыңыздар, сіз-сіз. Ауысыңыздар. Барлықтарыңыз көрсеңіздерші балаға қандай қиын екенін. Тамаша, міне, бізде дауысты дыбыстар ма? Дауысты дыбыстар бірінші бітті, өздеріңізге жақсы әдемі ат қойып алсаңыздар да болады. Болды, тоқтаңыздар. Жылдамдық кім бірінші бітеді? Жолды бай жинайды. Жылдам. Тез орындаймыз. Жылдамдық кім бірінші бітеді? Сол ұпай жинайды. Қара. Міне топтық жұмыс болып жатыр бізде. Тамаша қыздар. Дұрыс. Бір-екі адам жюриға келсеңіздер болады, санда дұрыс болды ма? Болдыңыздар ма? Жақсы. Тез санаңыздарда қанша ол? Математикадан. Міне топтық жұмыс болып жатыр бізде. Тамаша қыздар. Карточкалармен кушетка административный әріптер жаңағы цикл бойынша бала ештеңені көрмей сипап сезу арқылы қатты сезу қабілетін айту суреттеу. Рахмет. Сабағына да барлық тапсырмалар нелердің барлығы жақсы өте жақсы. Рахмет. Бір суретке түсіріп жіберсеңдер. Балға мен, е? Аха. Анашы. Қаттырақ дейді. Ой, жоқ қой. Машында. Балғаны таппай қалдым. Рахмет. облыстық шараға белсене қатысып семинарда көрсеткен шығармашылық